Туғандар, ассаламалейкум. Biz Баткен шаарындагы Борбордук мал базардабыз. Бүгүн 17-iyul, күнгө ишемби. Сиздерге алынган малдардын бааларын бул чыгарылышта көрсөтөбүз. Ассаламалейкум, канча алдыңыз ака? 9000 алдыңызбы? Ношу Кошкорду 9000 алдым деди. Куйругуна кара. Жакшы гана куйрукту. Назар салып туруңуздар, бир четтен сурап билебиз, канча болуп калды? Канчадан сатып алып, реальный бааларды ушул чыгарылыштан көрөсүздөр. Сұрайықшы, қанша алдыңыз? Қанша болды? 13.800. 13.800 болды, а? Мал қойды 13.800 алып тұрғандар. Қараңыздар, семіз жақсы қойған. 13.800 дейді. Бұл жерде бір ешкі сұрайықшы. Ешкі қанша болды, ака? 6,5 мың бе? Мал ешкіні 6,5 мың алды. Қаншадан алдыңыз аға? 11 мыңға алдым Серкен. Мына Серкен 11 мың алдыңыз ба? 11 мың. Қойлар қаншадан болды? 17 мың, 15 мың. Біреуісі 17 мың, біреуісі 15 мың. Туғандар Қошқар шығып өтіп сұрайықшы. Шеф, Қошқар қанша алдыңыз аға? 9,5 мың. 9,5 мыңдар. Сіз қанша алдыңыз? 12 мың алды. 9,5 мыңға мұнау Қошқарды алды туғандар. Қараңыздар. Мұнау қой 12 мың болды. Ешкі қанша алды? 5 мың алды ба? 5 мың алды. Abi ешкілер çıktı, сұрайықшы. Қаншадан болды ака? 4 мыңдан? Бұл ешкілер 4 мыңдан алды. Баға жақшылы. Айланып кіріп танып шыққаныңызда biraz қымбаттай сезінді. Адырма, реально алынған бағаларды көріп тұрасыз, туғандар. Жақшылы oldu. Қанша алдыңыздар ешкіні ака? 4.300 сом алды. Көріңіздер да 4.300 сомға мына шындай ешкі алдым туғандар. Бұл жақта дағы қойлар шығып өтіп. Мына ешкіні сұрайық. Ешкі қанша алды ака? Сіздер көрген ешкі 6200 болды. Қаншадан болды? Қаншадан болды ака? 15 мың алды. 15 мыңдан алды дейді. Улақтар қаншадан алдыңар? 3 мыңдан? 2 мыңдан бе? Кішіне улақтарын көрдіңіздер бе? 2 мың сомнан алып тұрышы. Улақ бағат кенсіңер бе? Молодец. Дерский Қошқар қаралап туғандар. Шеф, Қошқар қанша oldu? 16 мың алды бар. Қараңыздар. Семіз қойлықты Қошқар 16 мың алды. Дағы қойлар шығып отыр. Асыға қанша алдыңыз? 13 алдыңыз ба? 13 мың алды. Сұрайынша? 13 мың алды ба? Бұл дағы? Ешкі қанша oldu ака, ешкі? Ешкі қанша oldu ака? 6 мың болды ба? Ешкі 6 мың алды. Қанша oldu ака? 5. Ешкілер 5 мың, 6 мың, чоңдары 7 мыңға чейін. Сұрайынша дағы? Ешкілер қаншадан болды? 5800'dan ha? 5800'dan болды. Қой қанша oldu ака? 11. 11 мың. 11 мың сомнан. Сұрайықшы, қанша oldu? 7 мың.
Mına kuyruklu koy 7000 boldu. Ben bazarın aldında turam. Туғандар, мына ушул жерден мал базар көзөйүп келип барат. Мен эскертип кетем, бул чыгарылышта жалаң ушу алынган бааларды башта айткандай алынган бааларды көрсөтөм. Торпок канча болду ака? 21 000 болду. Turpok 21 000 oldu. 21 000 oldu. Kaç oldu? 1913 Turpok kaç oldu? Kaça? 45? Ha, yenisi bilen ben. Canım kırma kapız sağ seyir, balalı seyir. Kaç oldu ki? 10,5 bin oldu. Al koylar 10,5 bin. Şef, eşik kaç oldu? 5,5 bin oldu. 5,5 bin. Burada ulaklar, kozlar işte. Kozlar, eşikler kaçadan oldu? 7 milyon. 7 milyon sondan oldu. Kaç oldu? 17,5 mi? Koşkor mu? 17,5 milyon. Жақсы қошқар, 17,5 milyon. 20 bin sondan aylanasına vat keser tuğanlar. Kaç oldu aka? 12,5 bin ha? Şu atayın kurbanlık kavanoşu semiz жақшықын 12,5 bin aldı deyip. Eşki kaç oldu? 5 bin oldu ha? Burada eşki 5 bin oldu. Taçka sal oturuğa. Kaç oldu aka? 8 bin oldu ha? Kaysar koyaşı, basbay. Taçka sal oldu. Şef koşkor kaç oldu? 8.800. Ne tişi bütün ne oldu? Orada kaç oldu? 8.800 kaldı bunlar. Oradan aldım. Нашындай туғандар, біз аралап әрбір шыққан малдардың бағаларын бұл чарыша біліп бердік. Негізі жақсы келіп жатқан Құрбан айтқа қарата малдың басы biraz қымбаттағандай, бірақ дерлік өте қымбат емес. Нашыл жерден жиынтықтайым туғандар. Құдай бұйырса алдыдағы ұлы майрамы, Құрбан айт майрамыны жақсы өткөрүп алыңыздар. Көрүшкөнчө кийинки чыгарылыштан дагы жолугабыз.